Егер мен осы ақпаратты бірінші курста білген болсам, әлем мойындар дәрігер болуға бір қадам ерте жақындар едім. Себебі қазір мен айтатын бағдарламалар студент-медиктерге әлемдік ғылыми зерттеулер мен жаңалықтарға жақын болу мүмкіндігін береді. Бірінші, шетелдерде ұйымдастырылатын медициналық стажировкалар мен практикалар. International Federation MCA халықаралық ассоциациясы студент-медиктерге бүкіл әлемдік алмасып оқу бағдарламаларын ұсынады. Бұл ассоциацияның Қазақстандағы ұйымы Казымса деп аталады. Ұйымға мүше болу арқылы сіз де шетелдік стажировкаларға аттана аласыз. Екінші, халықаралық медициналық конференциялар мен симпозиумдар. World Health Summit үлкен масштабтағы әлемдік конференция, ал International Student Congress of Medical Sciences студент-медиктерге арналып жыл сайын өтетін конференция. Осы секілді өзге де ғылыми жиындарға қатысу арқылы өрісіңді кеңейтіп, әлемдік деңгейдегі ғалымдармен тілдесу мүмкіндігіне де ие бола аласың. Үшінші, дипломды ақшта растауға арналған ең қиын медициналық экзамен USMLE-ді тапсыру. Бұл экзамен 3 этаптан тұрады. Бірінші және екінші